себепсіз өмір бойына бас бостандығынан айыру деген ең ауыр үкім, біздің мемлекетте. Дәл осы үкімді бірнеше рет шығардыңыз, 5 рет қателеспесем. Бұл процесс оңай емес, оны айту да оңай емес. Жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, барлық ракурсты, барлық жағдайды түсініп тұрған адам ретінде қиын. Дәл осы ауыр жазаны қабылдауға қатысты шешімді жариялайтын сәтте, сол үкімді қабылдайтын сәтте сізде іштей былай жаңағы тербеліс дейді ғой, эмоционалдық тербеліс, мүмкін мына альтернативті үкімді шығарам деген сияқты шатасулар, ойланулар болмай ма? Болды ма осы 5 процестің өзінде мысалы? Өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы деген бұл ең судья үшін ауыр шешімдердің бірі. Ол кезде, ол шешімді қабылдап жатқан кезде түсінесің, адамның тағдырына нүкте қоятынын түсінесің. Сондықтан бұл шешімді қабылдау оңай емес. Жаза тағайындаудың мақсаты әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталушының түзелуіне жеткілікті жаза тағайындау және де жаңа қылмыстардың алдын алу болып табылады. Біздің мақсатымыз сотталушыдан кек алу емес, қоғамдық қауіпсіздендіру, қылмыскерлерден сақтау және де бұндай қылмыстардың қайталануын болдырмау. Сонымен қатар басқа адамдар осындай қылмыстарға жол бермеуін сақтаймыз. Яғни бұл үкімдер жалпы қоғамда заң алдындағы жауапкершілікті жақсырақ түсінуге әсерін тигізеді. Әрине, енді адамға ондай жаза тағайындаған кезде ол адам біріншіден қоғамға қауіпті ма, бұл қайтадан қылмысты жасайды ма, оған сенім артуға бола ма, сол мәселенің бәрін талқылаймыз. Себебі мен 6 адамға қатысты 5 үкім қабылдадым. Оның барлығында қылмыстың қауіптілігі, сипаты бәрін ескереміз. Қандай жасады, кішкентай балаға қатысты жасады ма, бірнеше адамға қатысты жасады ма, алдын ала жоспарлап жасады ма, оған саналы түрде жол берді ма, бұл қылмыс аяқ астынан болмаған, оған қалай дайындалды олар, одан кейін қандай сезімге келді, бір өкініш сезімдері болды ма, болған жоқ па, оны бәріне баға беріп шешім қабылданады.